Сәлем достар, біздің бүгінгі тақырыбымыз баланың дамуы, яғни қандай жағдайларда қауіпті фактор болып саналады. Бірінші жағдайда біз қарастырамыз қазір баланың есту қабілетін. Бірінші бала 2-4 аптасы дыбыстан селт етпесе, яғни екінші сәби 2-4 айында дыбысты естіп қатып қалса, және де үшінші сәби 3-4 айынан бастап дыбыс шыққан жаққа басын бұрмаса, және төртінші қауіпті фактор бізде 3-4 айында анасының дауысын естіп реакция бермесе, және де бесінші фактор 2-4 айында гу-гу-деп бала болады ғой, гуілдеп өзі бірдеңелерді айта бастамаса, ол бізде баланың есту жағынан бір қауіпті фактордың барын анықтайды. Және де келесі қауіпті факторлар бізде екінші типқа жатқызамыз бұларды. Бұл баланың 6 айынан бастап даму ерекшеліктеріне байланысты. Бала 6 айында арқасынан екпетіне ауыса алмаса, ішімен жатып білегіне таяна алмаса, қолдары шашырап жатса, яғни 8-ші бізде фактор, ішімен жатып ойыншықтарды ала алмаса, ойыншықтарға қолын созбаса, өзінің дене салмағын көтере алмайды, яғни бірінші қолдан екінші қолға ауыса алмауы, және осы факторлар бізде 6 айында осы әрекеттерді жасай алмау, ол бізде қауіпті болып саналады. Және де 9-шы ойыншықты ұстай алмау, 1-2 секунд болсын ойыншықтарды ұстай алмау, ол уже бізде баланың белгілі бір еттерінің, бұлшық еттерінің дұрыс еместігін анықтайтын. Және де соңғы фактор бізде 2 қолынан біз демеп бүйтіп ұстаған кезде отыруға тырыспауы, баланың былқ-сылқ етіп біздің қолымызды ұстай алмауы, ол осы біздің қауіпті факторларға жатады. Осылай балаңызды тексеріп көріңіз. Егер де сіздерде бұл фактордың біреуі де болмаса, ол значит жақсы. Ал егер бұлардың біреуі болатын болса, бұл онда кішкене сізге ойлану керек. Баланы массажға, өзіңіз массаж жасаңыз, қолыңыздан келсе массаж жасаңыз, қолыңыздан келмесе массажистке апарғаныңыз дұрыс болады. 6 айында бала не істеу керек? 6 айында бала ішімен жатқан кезде қолмен тағандап тұра алу керек, яғни жерден кеудесін көтере алу керек. Ал енді мен сіздерге қазір бала не істеу керек туралы айта кетейін. Осы жағдайлар болмаса, 1-2 айлық бала кезінде, сәби 1-2 айлық кезінде қолдары олардың ретсіз сипатта болады, яғни бей-берекет қозғала береді. Ол қалыпты жағдай, тек ол 1,5 айында ғана нәресте басын ұстай бастайды. 2-3 айында бала басын орташа сызық бойымен ұстау керек, және де арқасына жатып қолдарын денесінің орта бойына көтере алу керек. Осылай бізде баланың дамуы, яғни бала 3 айында керек затын балаға ұстатқан кезде, ол соны 1-2 секунд болсын сол ойыншықты ұстай алу керек, қолмен қармап ұстай алу керек. Ол қалыпты жағдай. 3 айында сәби екпетіне жатып, басын 45-90 градусқа бұра алу керек, көтере алу керек. Қалыпты балалар 3 айынан бастап осындай әрекеттер жасай бастайды. Және де бала 4-6 айларында баланың алғашқы бағытталған қимылдары арқадан екпетінен бұрылу, яғни денесін көтеріңкі қозғалыста ұстай бастайды. Сонымен қатар әдетте бала басынан арқасынан екпетіне айналған кезде кейбір балалар 6 айында жеңіл айналып жүреді, ал кейбір балалар 7 айында. Бұл әрекетті 7 айында ғана жасайды. Ол қалыпты жағдай, яғни жерден басын оңға солға көтеріп, емін-еркін айналып, бір жақ иыққа тұрып тағандап, осыны кейбір балалар 6 айында жасап кетсе, кейбір балалар 7 айында жасайды. Бұл норма жағдай. Сіздерге тағы не айтам?
кейбір балалар 5-5,5-6 айында екпетімен жатып шеңбер бойымен айналады, ал кейбіреулері қарынмен шағын жерге еңбектей алады. Ол да әртүрлі баланың дамуының ерекшелігіне байланысты. Көптеген балалар 6 айынан асқаннан кейін отырғызып қойса 1-2 секунд отыра алады деген сияқты. Баланың қолынан көтеріп біз көмектескен кезде ол отыруға тырысуы, бұның бәрі қалыпты фактор. Ал егер біз көмектескен кезде ол қолынан ұстап бүйтіп көмектесіп тартқан кезде отырмаса, ол енді бізде қауіпті факторға жатады. Мінекей ата-аналар, осы қауіпті факторларды өзіңіздің балаңыздың бойынан іздеп көріңіз. Егер осы қауіпті фактордың біреуі сіздің балаңызда болса, уақыт оздырмай дәрігерге қаралыңыз, дыбыс есту жағынан дәрігерге қаралыңыз. Массаж керек болса, массажға жазылып ертерек массаж алыңыз.